Құрметті әріптестер, бүгін біздің бас қосуымыздың басты мақсаты тәжірибе алмасу ретінде бас қосып отырмыз. Жаңашылдықты қолдап, әріптестеріміздің мына авторлық бағдарламаларымен танысу үшін осылай тәжірибе алмасу ретінде басымыз қосылып отыр. Енді білім беру сапасын арттыру жолында ұстаздардың шығармашылығы, олардың ізденісі, олардың еңбегі ерекше маңызды ғой, оны өздеріңіз білесіздер. Бүгін біз міне математика пәні мұғалімі біздегі 67-ші Алматы қаласы Алмалы ауданы бойынша 67-ші жалпы білім беретін мектептің мұғалімдері, зерттеуші мұғалімдері, математика пәні мұғалімі Үрімбаева Перизат, бастауыш сынып мұғалімі Базарбаева Салтанат, дене шынықтыру пәні мұғалімі Седалиев Ленс, осы әріптестерімнің авторлық бағдарламаларымен танысу үшін осылай біз басты мақсатпен сіздерге Зумға кіріп отырмыз. Әріптестеріміз сіздермен қазір өз тәжірибелерімен бөлісіп, оқытудағы өздерінің жәнегі сабақ бергендегі жаңа әдіс тәсілдерін ұсынатын болады. Бұл енді біз үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын, әріптестер. Өйткені тәжірибе бөлісу арқылы біз жаңа идеялармен қаруланып, өз жұмысымызды одан әрі жетілдіріп, білім берушілерге де шабыттандыра аламыз. Сондықтан да құрметті әріптестер, бүгінгі мынау тәжірибе алмасу жемісті өтіп, жаңа білім мен тәжірибе алуымызға себепші болсын. Бүгінгі тәжірибе алмасудағы әдістер, идеялар сіздердің кәделеріңізге жарасын. Авторлық бағдарламаларын таныстырып жатқан әріптестеріме сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға сәттілік болсын. Мына жерге комментария, пікірлеріңізді жазып, қай аудан, қай облыстан қатысып отырсыздар, жаза кетсеңіздерге, сіздерге алдын ала рахмет айтамыз. Авторлық бағдарламасымен таныстыратын бастауыш сынып мұғалімі Базарбаева Салтанат. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қосылғандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға. Құрметті әріптестер, менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мәтінмен жұмыс. Енді авторлық бағдарламамның мақсаттарыменен таныстыратын болсам, танымдылық белсенділігі жоғары, отбасылық құндылықтарды сақтап құрметтейтін тұлға қалыптастыру. Енді бағдарламамның тақырыбы мәтінмен жұмыс болғандықтан, енді әдебиетке қарай көбірек ауқымды жіберем. Енді сондықтан да ұлттық құндылықтарын айтып өтетін болсам, құрметтеуге, сақтауға бағалау. Енді күтілетін нәтижелерінің барлығын мына экранда көріп отырсыздар, құрметті әріптестер. Оның барлығын сіздерге оқып бермей-ақ қояйын, бірақ мен осы авторлық бағдарламамның ішіндегі бір сабақты қалай өту керектігін және де қалай өткенім жайында сіздерменен әдіс тәсілдерменен бөліскім келіп отыр. Мен әдебиет мынау мәтінменен жұмыс бағдарламамда әже тақырыбын алдым. Бір сабақта алып отырмын. Бұл жерде серпілген сауал әдісіменен балаларға мынау интербелсенді қаламды қолдандым. Интербелсенді қалам бұл жерде сөйлейді, әңгіме айтады, ән айтады деген сияқты. Осы жерде мынау балаларға арналған өлеңнің ішінен әже туралы өлеңді оқытқызып, балаларға осы әдісті пайдаландым. Және де мына өлең оқылып болғаннан кейін балаларға өздеріңіз экраннан көріп отырғандай, ән кім туралы деген сияқты, әже деген кім деген сұрақтар арқылы мен тақырыпты ашып алдым. Бұл жерде бұл өлеңді оқу мақсаттары осы менің сабағыма арналған, осы бір сабаққа ғана арналынған. Күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогқа қатысу. Ал енді өздеріңіз білесіздер, әрбір сабақтың өзінің смарт мақсаты болады. Смарт мақсаттарға көңіл бөлетін болсаңыздар, барлық оқушылар жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтай алады, диалогқа қатысады. Бұл жерде барлық оқушылар. Ал енді көптеген оқушылар осы жерде шығармадағы негізгі ойды дереу анықтай алады. Ал енді кейбір оқушылар кейіпкерлерге бағытталған сұрақтар құрастырады. Ал енді осылардың барлығы смарт мақсат болған. Және де мен
тізбектеп оқу әдісін қолдандым осы жерде. Мынау әжеге арналған өлеңді өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне осы жерде мен тізбектеп оқыттым балаларды. Бұл жердегі мақсаты өлеңдегі негізгі ойды анықтау, өлеңді түсіну, мәнерлеп оқу, тез оқып отырғанның өзінде де өлең не туралы болып жатқанын бала өлеңнің ішіндегі ойды анықтай білу керек. Тек қана зырылдатып оқып шықпау керек. Және де саралау тәсіліне келетін болсақ, бірлескен оқу әдісі мақсаты топтық жұмыс. Бұл жерде мен енді тағы да бір топтық жұмысын ұйымдастырдым. Топтық жұмысын ұйымдастыру барысында оқушыларды өз пікірлеріменен бөлісуге, ортақ ой шығаруға дағдыландырдым. Тапсырмаға суретті көріп отырсыздар өздеріңіз суретке қарап әңгіме құрастыру, топтар бір-біріменен асық атысу арқылы бағалайды. Осы жерде балалар суретке қарап әңгіме құрастырады және де берілген сөздердің мағынасын анықтайды. Және де ортасында дәптерменен жұмыс болады, барлықтарыңыз білесіздер. Енді сабақты қорытындылауға келетін болсақ, иә, жоқ деген әдісті қолдандым. Осы жерде өлеңді кімнің өлеңі екенін және де өлең кім туралы, жер бетіндегі бәр жылулықты анадан ғана алатынын балалар осы жерде сезінді. Әжемізден ғана алатынымызды біз әже еңбегін ақтауымыз керек. Енді осы жерде сабақты қорытындылауға келген кезде мен балалар бірін-бірін асықпен ату әдісіменен бағалады, және де карточкалар арқылы бірінші топ, екінші топ, үшінші топты деген сияқты топтар бірін-бірін бағалады. Және де ортасында 2 жұлдыз, 1 тілек әдісі арқылы да балалар бірін-бірін бағалады. Және де сабақтың балаларға ұнағаны, ұнамағанын мен арнайы карточкалар жасап әкеліп, әрқайсының қолына таратып бердім. Ұнады және де ұнамады деген кері байланыстар арқылы балалар өздерінің ойларын білдіртті. Мінекей барлықтарыңыз көріп отырсыздар сабақтың қандай өткендігін. Назарларыңызға рахмет көп. Осыменен сіздерге көрсеткім келген сабақтың үзіндісін аяқтаймын.